Қызым-ау, тұра ғой енді. Түс болды шырағым, жата бересің бе? Істейтін тірлік көп, деді сүлгіні иығына аса кірген Айман, қызын осымен үшінші рет оятып тұрып. Ой, мам, бір демалыста ұйықтайыншы, әлі ерте ғой. Қандай демалыс? Бүгін жұма. Ауруханаға барып, Аяның құжаттарын алып кел. Нәтижесі дайын болған шығар ендігі, деп іштей күбірлеп сөйлеген Айман ас үйге қарай бет алды. Айгүл керіле тұрып, бетін жуып киініп те үлгерген. Сөмкесін мойнына асып жатқан Айгүлге анасы: шайыңды ішіп алсаңшы. Жүре сөйлеген Айгүл: мам, бүгін қыздармен кездесеміз. Айжанның туған күні. Соны атап өту үшін қалаға барамыз. Сол жерден кафеге отырып тамақтанамыз ғой. Даусы үзіле сырттан естіліп жатты. Жақсы, тым кешке қалма, абайлап жүр. Жарайт, мам. Келесі көшеге телефонымен селфи жасап жайбарақат келе жатқан Айгүлдің алдына есігі сырғы ашылатын ақ көлік тоқтай қалды. Жан-жағына жалтақтай қараған дәу қара жігіт көліктен аяғын шығармастан басын қылтитып: қарындас, Жомарт мырзаның үйі қайда екенін білесің бе? Айтып жіберші. Ойында ештеңе жоқ Айгүл өз ауылының адам емес екенін аңғарып, мектепте күзетші болып істейтін Жомарттың үйін түсіндіріп жатты. Аға, қазір оңға, сосын тіке жүресіз, сосын солға бұрылғандағы сары үй. Сөзін соңына жеткізбеген дәу қара қолын созып, жол көрсетіп тұрған Айгүлдің қолынан тартып, итере көлікке отырғызып, жанталаса есік жауып жатып, жүргізушіге кеттік деп еді. Ойық жолдарға қарамастан көзіне көзілдірік таққан, жасы 40-тан асқан орыс жігіті көлікті селкілдетіп жүріп кетті. Не болғанын енді түсінген Айгүл жұлқынып, айғайлап, көмек сұрап қашуға бар күшімен тырысып көріп еді. Дәу қара мен ұзын сары жігіттің ортасынан сытылып шығып кете алмайтынын түсінген соң басқа малға көшті. Істеген істеріңіз үшін жауап бересіңдер. Милицияда ағам істейді. Олардың қорғаушы жігіттері бар. Сендерді тауып алып, жазаларыңды береді. Осы жерден түсіріңдер. Әркім өз жолымен кетсін. Сонда ешқандай проблема болмайды. Екеуіне айтқан сөзі шыбынның ызыңындай әсер етпеген тәрізді. Бір-біріне қарап, мырс етіп күлді де өздерінің әңгімелерін бастап кетті. Нема кеше гол күшті болды, я? Астана командасы жақсы ойнайды. Одан әрі екеудің әңгімесі естілмегендей көбірге айналып кетті. Бар ойы күтпеген жағдайдың шешімін табу болатын. Қалың ойдың шырмауынан көліктің сигналы селк еткізді. Қайта-қайта сигналды басқан жүргізуші көлікті айналдыра абыр-сабыр адамдар жиналған шағын бейтаныс үйдің алдына тоқтады. Есікті шегіне дейін ашқан дәу қара мен ұзын сары секіре түсіп, жиналған ауыл адамдармен амандасып, кейін бір топ болып тұрған жігіттерімен бастарын түйістіріп амандаса, бір-бірін жұлқылай күресе кетті. Арасында дәу қара бұлшық еттерін көрсетіп мақтанып қояды. Бір қызды көлікке сүйреп салғанын, арыстаның басын алғандай абырой көреді ме қалай? Іштей ызаға булығып отырған Айгүлге осындағы адамдардың бәрі көзіне жауындай көрінді. Осындайда бір тілегін орындайтын сиқырлы күш болса ғой, бірден дәу қарадан бастап кегін алатын беді. Әркім өз ісімен әлек. Баласы да иті де жарысып, абыр-сабыр күйде. Бір әйел қолына оқтау алып жүгіріп жүр. Енді біреуі баласын бір затқа жұмсап жатқанын басын изеп, көзін ашып жұмып, ернін жымқыра сөйлегеннен аңғаруға болады. Осы сәтте тәрелкеге тәтті салып ұстаған әжей, томпақ қара көзі бақырайған, қолында орамалы бар әйел жанына арықтау келіншекті ертіп көлікке қарай жақындаған еді. Ұзындау келген келіншек көліктің есігінен басын тығып, қабағын түйіп, көзін сығырайта: отырсын қара, түс бері, сені ғана алып қашқандай тегі. Қайта рахмет айт, жақсы жерге келдің. Бір апта бұрын Тұрсынбайдың үйіне де келін түсті. Вот соған обал, үйінде дымы жоқ, кедейге келді. Ал сен түскен үйде зато 2 сиыры бар. Президентіміздің өзі 2 сиыр айран, 2 қатын ойран деген. Сиырды сауып, айран істеп ішіп артылса сатып отырасың. Вот, например, мен дей бергенде домаланған қара әйел сөзін бөліп: тұршы былай, аузың жабылмай жарты сағат өзіңнің тарихыңды айтып тұруға уақыт жоқ. Әрі қарай Айгүлге қарап жұлқынып түкірігін шаша тез-тез сөйлеп кетті. Айналайын шырағым, ешкімге назар аударма. Басы қатты болса аяғы тәтті.
Жақсы өнегелі отбасыңа келдің. Қыздың мақсаты кету. Осы ауылға келген келіндер ешқашан жаман болған емес. Үйренісіп, ойнап, қалжыңдасып кетеді. Сен де жаман болмайсың. Енең жақсы адам. Аузынан шөп алмайтын жуас. Ой, не деп кеттім? Қалай еді, деп сұраулы көзбен жанындағы ұзын ақсары келіншекке бір қарап. Білмесеңіз мақал айтып неңіз бар? Қой аузынан шөп алмайтын жуас дейді. Жоқ, ешқашанда. Өлсем де осында қалмаймын. Менің ағаларымның кім екенін білмейсіздер. Осы істеріңізге өкінетін боласыздар. Милицияға үстеріңізден арыз жазамын. Осы ауылдың милициясы осы үйдің туысы, біліп қой, деп ұзын ақсары келіншек мұрнын шүйірді. Бағанағы екеудің мырс етіп күлгені енді белгілі болғандай. Ой, тұрайық енді осында, әләуләйлім халәуләй деп. Қолынан тартып сүре беріңіздерші, кеште болды. Үйде бала-шаға бар, деп итермелеп келген ұзын ақсары келіншек Айгүлдің қолынан ұстап сыртқа тартқылай бастады. Ашу мен бой бермесе де, қатқан білекті екі әйелдің күшіне шамасы жетсін бе? Екеуі екі қолмен тартқылағанда көліктен сыртқа бірақ шықты. Айгүл шығысымен ақ біреуі орамал жауып, әжей шашу шашып, колонкада музыка қосылып, тәттіге таласқан балалар, сырттан үрген ит даусы, келін көруге қаумалаған адамдар айғай-шу басталды да кетті. Жиналған адамдар бірінен соң бірі артынан итермелеп үйге бірақ кіргізді. Енді назын кімге айтсын? Бақырып шақырғанмен олар көп, ол жалғыз. Жалғыздың үні шықсын ба? Босаға аттадың, енді кетсең анаңды жерге қаратасың. Кейін есік көрген қыз деп ешкім қарамайтын болады. Кәрі қыз атанасың деген әйелдердің даусы әлсін-әлсін құлағына келіп жатты. Бәрі қорқынышты түсте ақты. Бағанадан арпалысып тартысып, әбден шаршаған ол қарны ашып шөл қысқанын енді сезді. Таңертең анасы оятып, басынан жұмсақ қолымен шаштарын сипағаны, ас ішіп алсаңшы дегені ойына оралып, көзіне еріксіз жас келді. Өзінің емес анасының атына сөз келмесін деп еріксіз көнген еді. У-шудан ойын жинақтап үлгермеген сәтті пайдаланып, қолынан өз еркімен келдім деген қатты да жазғызып алған болатын. Дастархан да жайылып, кәрілер бөлек, келін отырған үстелге жастары бөлініп жайғасып жатты. Бұл уақытта қыздың анасына қалың малын беріп, екі қабаршы адамды жібергенде еді. Шашы қара арықтау келген бір жігітті достары артынан қағып, Айгүлдің жанына жайғастырып жатты. Бәрі орнын тауып отырған соң, бағанағы дәу қара жігіт сөз бастап кетті. Атым Абай, руым Қыпшақ, өзім қара, сөзім дара, мен боламын тамада. Ат үстінде ойнақтаған, көкпар тартып, қой баптаған Жәнібек деген жігіт жолдасыңыз болады, деп арықтау келген, шашы өсіп қолдары тілімденген, жанында отырған жігітті меңзеді. Өзінше қалыңдық алуға дайындалғанын, қыртысы шыққан көйлектің сыртынан қолқылдаған костюм киіп, шашын сулап бір жағына қайырып қойғаннан байқауға болатын еді. Тамада жігіттің таныстырғанына қызарып күліп қояды. Әке шешесі, ағайын туысы шешім шығарып, достары қыз алып бере салғанға мәз. Өзі бір істі шеше алмайтынын бар болмысы көрсетіп тұрғандай. Бойы да, ойы да бар, әппақ жүзді, арықтау, биязы келген Айгүл алып қашпағанда мына жігітке көз қиығын салмас деді. Тамада жалғастырып бәрін таныстырып жатты. Қайсы бір есінде қалсын. Ұзын сарыны ғана кластасы екенін білді. Жанындағы қыз жолдас болып отырған қызға қалыңдықтың аты жөнін сұрап, таныстырып беруін өтінді. Басын еңкейтіп, құлағын тосқан қыз Айгүлдің аты жөнін, руын білген соң достарына толығымен таныстырып жатты. Әрі қарай домбыра мен ән айтты, күй шертілді, ойындар ойнатылды. Сәл уақыттан кейін етте дайын болған еді. Кеште батқан. Айман ұлы оқудан келген соң кешкі астарын ішіп отырған еді. Айжан бүгін құрбылармен кездесеміз деген еді. Қоңырау соғып қашан келетінін біліп қойшы. Иә, анашым, қазір. Айгүлдің телефонына қоңырау шалған Аян аң-таң. Ар жағынан Ләззат апайдың дауысын естіді. Алло, Аянсың ба? Иә, мен ғой апай. Бұл телефонды жұмыстан келе жатып жолдан тауып алдым. Айгүлдің телефон екенін суретінен байқап, қалтасынан түсіріп алған шығар, өзі хабарласып алып кетер деп отырған ем. Айгүл үйде ма? Жоқ, әпкем достарымен кездесуге кеткен.
Онда сен келіп алып кетерсің. Мамасына мән жайды түсіндірген Аян Ләззат апайдың үйіне кетті. Үйден шамалы ұзай бергенде бір ақ көліктің үйлерінің алдына тоқтай қалғанын байқады. Ағайын туыстың бірі болар деп әрмен қарай жүріп кетті. Айгүлдің телефонын алып, жолды теуіп, өзімен өзі секіріп әндете Аян үйіне де жетті. Үйге кіре анасының ойбайлап жылаған дауысын естіді. Босағада тұрған екеу, біреуінің бас киімі анасының алдында жатыр. Үйге кіре берген Аянды анасы құшақтай алып, бітті, бәрі бітті, бұлар Айгүлді алып қашыпты, қаршадай ғана қызды. Құдайым-ау, қай ғасырда өмір сүріп жатырмыз? Есі дұрыс адамдар қыз алып қаша ма? Төбесінде шашы жоқ, ақ мұртты арық келген аласа бойлы, өзін ағасы Серікжан боламын деп таныстырған жігіт, басын салбыратып, апайдың алдында сабақ айтып тұрған баладай кібіртіктеп, құдағи, бір ашуыңызды бізге қиыңыз енді. Ауыл ағайын туыс болып жиналған 1 миллион ақшасымен бір ат сізге арнайы алып келдік деп, конвертке салынған ақшаны екі қолымен дірілдей Айманға сұнды. Алдында тұрған адамның әрекетіне, сөзіне таңдана қараған ол, ернін жыбырлатып іштей, жіберген адамның түрі мынау, қандай жерге барған қайран қызым-ау, деп көздерінен жасы еріксіз ағып, аузын баса, Айман бір сәт тына қалып, сендер қызымды ақшаға сатып аламын деп отырсыңдар ма? Әкелген ақшаңды қалтаңа сал да кетіңдер үйімнен. Бәрін сырттай бақылаған Аян анасы көп уайымға түссе, қан қысымы көтеріліп кететінін жақсы біледі. Анашым, уайымдамаңыз, қазір бәрін шешеміз, болар іс болды. Ұлым, мыналарға кеттеші, кетсінші үйден. Неғып тұрсыздар, кеттеді ғой сіздерге. Бір-біріне қарап ыммен сөйлескен екеуі ештеңені шеше алмайтынын түсінді ме, жаймен шығып кетті. 5 минут өтпестен жаңағы ежектеп сөйлейтін Серік ағасы есіктен сығалай кіріп, бас киімім қалып кетіпті, деп жерде жатқан бас киімін алып қағып, басына кие Айманға көзін жыпылықтап бір қарап, сау болыңыз деп артқа айнала бере есікке соғылып далаға шығып кетті. Ұлының алдына басын сүйеп отырған Айман, ұлым, енді не істесек екен? Нұрсұлтан қаласындағы нағашы ағасына қоңырау соқшы. Менің басым ауырайын деген екен. Қазір дәрімді ішіп, басымды таңып алмасам. Жарайды мама, бір шешімін табамыз, алаңдамаңыз. Нағашы ағамен жеңге келсе, үшеуміз қуғыншы болып бара береміз ғой. Сізге онда баруға болмайды, құлап қаласыз. Жоқ, ол не дегенің? Қызымды опасыздарға беріп қойып, тыныш отырады дейсің бе? Сен бармайсың. Жақында тапсырған анализіңді әлі білген жоқпыз. Үйде отырасың, тез хабарлас. Түнімен жолға шығып кетуіміз керек. Болмаса, көршілерге айтамын. Нағашы ағасына бірнеше рет қоңырау шалған Аян ақыры сөйлесе алмады. Айман қайта-қайта ағасына хабарласып, уақытты жоғалтудың мәнісі жоқ екенін түсініп, көршісіне қарай беттеген еді. Тамақ ішіп болып, диванда тісін шұқылап шалқасынан жатқан Болат балаларымен улап-шулап, 2 жұлдыз топ шоуын көріп отырған еді. Кеш батып, қараңғы түскенде ас үйдің терезесін біреу тарсылдатып қаққанда бәрі елең ете қалды. Болаттың аяғын алдынан ысырып жатып, кім болды екен дегендей қараған әйелі аяқтарын айқастыра басып, өзімен жарысып келген балаларына кейін тұрыңдаршы жарыспай, деп терезенің пердесін көтере бергенде маңдайына ақ орамалды айқастыра байлаған, үстіне күлгін халатты іле салған көздері жылап, ісіп, беті қызарып кеткен Айманды көріп, ой деп шошып кетті. Күйеуі әйелінің шошығанына алаңдай кім екен дегенше Айман да үйге кірді. Не болғанына таңырқаса да білуге асыққан Болаттың әйелі Айманды үйге сүйеп кіргізе орындыққа отырғызып, стақанға су құйып беріп, арғы бергі жағынан өтіп жалпақ қағады. Аз болса да өзіне келген Айман Болат пен әйеліне болған жағдайды жіпке тізгенде айтып берді. Сол сендерге арқа сүйеп келдім, қызым жетімсіреп қалмасын деп. Болат, енді Құдай қосқан көршімсің, көмектес, Алладан қайтар, шарасыз ананың өтініші деп қабылда. Болат май қарнын қасып қойып, майкасын түсіре сөйлеп, уайымдамаңыз Айман, керек десеңіз дәл қазір шығып, Айгүлді әкелеміз. Қанша жылдан бері көршіміз ғой, ағалы қарындастай болып кеттік. Сен де жинал деп әйеліне бұйыра сөйледі. Рахмет саған Болат, талай көмектестің, Алладан қайтсын. Сендер дайын болғанша мен де үйге барып киіне берейін.
Айман кете салысымен Айгүлге обал болыпты, тым жақсы қыз еді деп аяушылық білдіргендей күйеуіне бір қарады. Бір жағы ертең ауылдағы әйелдерге әдемілеп тұрып жеткізетін өсек тапқанына шаттанып қояды. Қазақ шай ішпесе бас ауыратын еді. Бұл күні бір күн өсек айтпаса бас ауыратын болған. Қандай жаңалық болмасын, ауыл әйелдері осы Болаттың әйелінен бірінші естетін еді. Оның сетсіз телефон деген аты да бар. Айтпайын десе де сып-свежий өсектер өз аяғымен мұның үйіне келеді ғой. Қалай шыдасын? Киімдерін асыға киіп жатқан Болат өзімен өзі мәз болып жүрген әйеліне несіне езуің жыртылып жүреді сенің? Тез-тез киінде нәскиім тауып бер. Назымға ескерт, бауырларына қарап отырсын. Есікті сыртынан кілттеп кетеміз де. Енді Айгүл кетті деп жылаймыз ба? Деп іштей көбірлеп сөйлеген Роза үнсіз күйеуінің айтқандарын орындауға көшті. Айман осы Болаттан көп жақсылық көріп еді. Өткен жылы жалғыз ұлын мектепте бұзақылар соққыға жығып кеткенде де осы Болат емес пе? Мектепті аяғынан тік тұрғызып, бұзықшылық істегендерді Аянның алдына біртіндеп кешірім сұраттырған. Содан қайтып ешкім Аянға беттеп келген емес еді. Ал бүгін қызына араша түспек. Қорғансыз әйелді көршісі арқылы қорғап отырған Алланың өзі екенін Айман жақсы сезеді. Үйіне кіре ұлына қарап, нағашы ағаң хабарласып жатса, мән-жайды түсіндір. Айгүлдің телефонын маған беріп қой. Қазір Болат әйелі үшеуміз жолға шығамыз. Бағанағы екеудің айтысына қарағанда, ол ауылда алыс емес сияқты. Болатта бірнеше рет іс шаруаларымен барыпты деп Айман асығыс жиналды. Анашым, мен де барсам қалай? Бәлкім бір керегім болып қалар. Дайын көлік үйде алаңсыз отыра алады дейсіз бе? Жоқ, болмайды, сен осында боласың. Дей бере сырттан көліктің сигналы естіліп жатты. Айгүлдің телефонын қалтасына сала жүрек киінген Айман ертерек жатып демал деп сыртқы есікті итеріп жауып жатты. Айман сұр көліктің артына отыра салысымен жүріп кетті. Айдаладағы сүрлеу жолмен түн ортасында сұр көлікпен жүйткіп келеді. Кейде секіріп, ырғалып жүрсе, кейде төмен қарай зымырай кетіп, қайта жоғары шығады. Болат жартылай ашылған терезенің әйнегінен қолын сыртқа шығара, темекіні аузына толтыра тартып, сыртқа қарай үрлеп демін ішке тартып қояды. Үнсіздік. Үшеуі де көліктің радиосына қосылған флешкаға жазылып қойылған терменің даусына құлақ түргендей. Көліктің жарығынан қирап қалған үйдің сұлбасы көріне бастады. Жеттік деп басын көтере, мұрнын тартып, екі қолын көліктің рөліне қойған Болаттың қимылы екеуін елең еткізді. Осы сәтті күткенімен жақындаған сайын қобалжыған Айман неден бастайтынын өзін іштей дайындап келеді. Шағын ауылдағы үйлердің арасымен жүріп келеді. Көліктің жарығына қарап, үрген иттер болмаса, көше бойы тыныштық. Екінші көшеге өте бергенде аяғын теңселе басып, қара шапканы басып киген. Жанында біреуі екі қолды қалтаға салып, жемпірінің замогын аузына дейін көтеріп алған екеу көрінді. Болат жандарына тоқтай терезесін ашып, бүгін келін түсірген үйді білесіздер ме? Иә, білгенде қандай, қазір ғана сол жерден келеміз, деп қара шапканы көзіне дейін басып киген жігіт тілі бұралып әзер сөйледі. Қалай баратынын айтып жіберіңдерші. Шапкадағы жігіт теңселіп тұрып, қолымен жолды нұсқап, қазір біраз жүргеннен кейін дей беріп еді, жанындағы сөзге араласып, брат, әр заттың өзінің ақысы болады. Чекушкаға аз-маз бірдеңе берсей, деп шалбарының қалтасынан қолын шығара, ашық тұрған көліктің терезесінен басын еңкейтіп сығалады. Жай кез болса Болат екеуін сілкіп естерін жиғызар ма еді. Қазір өздері асығыс болған соң көп сөзге келмей, көліктің алдындағы шағын қораптан бірнеше тиын алып беріп жатып, қалай баратынын тездетіп айтып жіберсең, асығыс едік. Аузына жемпірінің замогын тістелеп, басын еңкейте қолына алған 2-3 тиыннан көзін алмай санаған жігіт, біраз жүрген соң сол жағындағы үй. Көлік жүре Болаттың әйелі шыдай алмай сөз бастап, осындайлар ғой, қашадай қыздарға опасыздық жасайтын. Жұмыссыз сандалып жүреді да ішіп кетеді. Ішкен адам не істемейді? Бұндайларды заң мен арнайы органдарға қамап тастау керек. Роза сөзін аяқтап үлгерместен, сұр көлік есігі ашық бағанағы ақ көлік тұрған қорғанның ішіне кіре тоқтады. Далада топтасып темекі шегіп тұрғандардың,
Темекісінің шоғы жоғары көтеріп, аузына апарғанда қатты қызара жанып, төмен түсіргенде бәсеңдегені ғана көрініп тұрды. Сұр көліктің тоқтағанын байқап қалған бір топ жігіт жан-жаққа тарқасып кетті. Бір-екеуі үйге кіргені есік ашып жатқандағы үйден шыққан бу мен жарықтан көрінді. Енді бірі сырттағы әжетханаға қарай беттесе, тағы бірнешеуі қорғанды айналып шығып кетті.